Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз үй жағдайында мангоны отырғызатын боламыз. Бұл бізде жаңа жылдан қалған 3 манго. Өкінішке орай біреу осындай бүлінген екен, бірақ өсе ме өспей ме екенін әлі белгісіз. Онда бақылап қарап көреміз. Мен алдын ала мангоны кеше тазалап, мякіттен тазалап, пышақпен қырып алып тастадым. Өйткені ішіндегі дәнін алу үшін солай ыңғайлы болады. Міне осындай сыртында жүні бар сияқты болып келеді сүйегі, ал ішінде дәні орналасқан. Ол үшін бізге мангоның сүйегі қажет, пышақ. Пышақты қолданған кезде абай болыңыздар. Бір жерлеріңізді жарақаттап алмаңыздар, абай болыңыздар. Ал енді ақырындап біз мына мангоның YouTube'да түрлі видеолар бар, қалай ашатынын оны өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Мен мұны бір шетінен бастаймын. Жерін кішкене жарақаттап алыппын, бірақ білмеймін, енді отырғызып көремін. Өкінішке орай бұл да бөлінген. Енді мен бұл мангоның дәндерін осындай сүлгіге орап, бұл қағаз сүлгі емес, бұл одноразовый салфеткалар. Енді мен видеоларды қараған кезде мұндай өскін сияқты бірдеме ештеңе болмаған еді. Енді көреміз не болатынын. Міне екі дән. Осы екі дәнді мұндай целлофанның пакетке салып, егер сіздерде су сепкіш, пульверизатор болса, соны сепсеңіздер болады. Менде ол жоқ. Осылай мына сүлгімізді дымқыл қылдырып, үстіне су құямыз. Енді біздің пакетімізді жабамыз. Бұл бізде терезенің алдында тұру керек. Шамамен 2 аптадан кейін бұдан ақырын өскін шығып, жапырақтары шыға бастайды.